Сәлеметсіздер ме менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Әрбір комментарий менің кейіпкерлерім үшін өте маңызды. Тұрмайсың ба? Жалмауыз құсап бір шай ішсең, қарның тойғанша отыра беретінің шаман сенің. Тұр, анау малдың астын тазала. Деп Асқар ата менің көзімше кемпірін жерден алып, жерге салды. Байғұс апа бүкшіңдеп орнынан тұрып, қораға қарай жүгіре берді. Апаның осыншама өз-өзін тастап жібергенін ең алғашта түсінбейтін едім. Енді міне, мына атаның зіркілінен соң ұққандай болдым. Еркектің істейтін жұмысын өзі әрең жүрген кемпіріне сілтеп қойған Асқар атаны сондай жек көріп кеттім. Барып көмектесейін десем, мына жақтан емізулі баламның жылаған даусын естіп, үйге қарай жүгіріп кеттім. Мен келін болып түскенде көрші Айман апа небәрі 40-45 жастарда болатын. Үйіміз қарама-қарсы болғандықтан, ол үйде не болып жатыр, бәрі көрініп тұрады. Айналасын шарбақпен қоршап есігінің алдына дарбаза қоятын еркектің түрі анау. Бәрі ашық-шашық. Кешке дейін даладағы тапшанда күнге қызырынып жатады. Қарны қампайып, кемпіріне айқайлағаннан басқа тірлігі жоқ. Айман апа өте көнбіс, пысық болатын. Енем марқұм, баға ашылмаған сормаңда екенсің. Алғаш келін болып түскенде қандай едің? Қор қызындай өте сұлу болатынсың, деп сыртынан қарап, жаны ашып отыратын. Сонда мен апамнан сұрасам, қой, қайтейін деп еді. Жас келіндер ондай өсекке үйір болмау керек деп, Айман апа туралы ештеңе айтпай қоятын. Апа деп, апа емес қой. Бірақ тағдырдың тәлкегімен ерте қартайып кеткен. 40-тан енді асса да бүкшіңдеп, бетіне қыртыс-қыртыш әжім басып кеткен. Айман апа біреудің жалғыз қызы болған екен. Бұл үйге келін болып түскенде өте сұлу, елдің бәрі тамсанып қарайтын деседі. Бірі қызығып қараса, енді бірі қызғанып та көз сұққан. Алайда қас сұлудың алдында тағдырын дайындап қойған ауыр сынағы бар екенін ешкім білмеді. Келін болып түскеннен сол үйдің отынан кіріп, күлінен шығатын. Ата енесінде қатты құрметтеді. Қария кісілерді баптап бағып, науқастанып қалса, өзі жас балаша қарап, разылығын алып, қарттарды ақтық сапарға шығарып салды. Ата енесі кеткен соң келіннің өмірі күрт өзгерді. Ол кезде Айманның 3-ші баласы шетінеп, бір жағынан ата енесінен айрылып, мына әлемде жалғыз қалғандай жүрген. Осы 3-ші баласы шетінеген соң, күйеуі де жан-жарына салқындап, кейде үйге қонбайтынды шығарды. Балапанынан айрылып қайғырып жүрген жас ананы қолдаудың орнына одан сайын жерге ұра берді. Үйінде екеуі ғана, бала жоқ. Кетіп қалайын десе, ата енесі жалғыз баласын осы келінге аманат етіп кеткен. Не болса да шыдаймын деп шешті. Қара шаңырақтың отын сөндірмеймін деп өзіне серт берді. 6 құрсақ көтеріп, туылғаннан шетінеп кете берді. Қай ата бабасының күнәсі үшін Айманды жазалап жатқанын ешкім түсінбеді. Айманның өмірі тозаққа айналды. Бірақ 7-шісін босанғанда шекесі торсықтай ұл туды. Есімін ырымдап, Аманжол деп қойды. Өмірге дені сау бала әкелгеніне Айманның қуанышында шек болмады. Бұрынғы күйзелістерін ұмытып, өмірге қайта келгендей, ұлын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Бірақ күйеуі өзгермеді. Әкесінен қалған малды шетінен сатып, қатын-қалашқа шашып жүруін тоқтатпады. 6 құрсақтан кейінгі аман қалған Аманжолды да ез еркекті тура жолға саламай алылмады. Қайта баласын шолжаңдатып, мамаңды боқта, мамаңды тек деп, теріс тәрбие көрсетіп, ұлының көзінше Айманға аузына келгенін айтатын. Тілі жаңадан шыққан бала бұлдырлап, туған анасын шешеден боқтаса, соған мәз болып қарқылдап көретін. Әкесін қуанқанына балада мәз болып, анасын одан сайын боқтайтын. Бірақ осының бәрі теріс тәрбие екенін ешкім ұққан жоқ. Айманда баласын қатты жақсақ көргендіктен бетінен қақпады. Тілі шығып, аман есен жүргеніне шүкіршілік етіп жүре берді. Айман ауылдағы ең ауқатты жерге келін болып түскен болатын. Қора толған мал, жылқы мен қойларда есеп жоқ. Малшыға баққызып, ұзыннан ұзақ мал қорасы болатын.
Әке шешесінің көзі кеткен соң, жалқа ауылдары шетінен сатып, малды азайтып тастады. Айман байқұс көбейтумен әлек, жұмыссыз жатқан күйеуі шашумен әлек болды. Бірдеңе десе, жұмысың болмасын, менің әкемнің маңында сенің шатағың болмасын. Өзім білем, деп тыңдағысы келмеді. Ең болмаса қаладан бір үй алып қояйық, ертең ұлымызды оқытуға керек болар, деп Айманның шырылдаған жан айқайына құлақ аспады. Керек болса, ұлым өзі ақ оқуға түседі. Қалада не бар? Кеткін келсе, кете бер. Мен ауылдан ешқайда кетпеймін деп, әкесінің малына сеніп жатып қалды. Дүниеде үйде жатқан еркектен жаман нәрсе бар ма? Айманның күйеуі өмірінде жұмыс істеп көрген емес. Ауылда жұмыс жоқ деп, жазда тапшанда жатып, қыста пештің түбінде теледидар көріп жатудан жалықпайтын. Малға қарамасаң, мал болмайды ғой. Айман байқұс қайсы біріне қарасын. Сонда да тыраштанып, қақаған қыста туылған малдың төлдерін аман алып қалуға тырысатын. Әкесінің тәрбиесін көрген Аманжолда безбүйрек болып өсті. Ешкім бетінен қақпаған ұл, анасына көмектесе қоймайтын. Әкесі көшеге шықса, қасына баласын ерте шығатын. Базарларға барса, ұлы біреудің тұсатын теуіп шашып кететін. Әкесі солай үйретті. Теб ананы деп, жерде шемішке сатып отырған қарт ананың затын шашқызып кететін. Қорықпай теуіп шашқанын қайсарлық деп ойлады әкесі. Ұлым ешкімнен қорықпайтын батыр болып өсіп келеді деп мақтанады. Бұрынғы 3 адамдық мотоцикліне отырғызып алып, айналдырып қыдыртып, бөтелкелес достарымен ішіп отырса да, ұлын жанына отырғызып қоятын. Ішкен адам қайбір дені сау әңгіме айтсын. Ауыздарынан боқтық сөз түспейтін, ауылдың ез еркектерінің қасында жүріп өсті. Аманжол ер жетіп, әупірімдеп жүріп мектепті бітірді. Оқуға түсем деген ойы да болмай, мектепті бітіре салып үйленіп алды. Айман апа келін түсіргенде де қатты қуанды. Әбден тірлікке үйренген ана келініне істетпей алдына түсіп шауып кететін. Уылжыған жас келін осы үйдің тәртібі сондай екен деп ойлап, әбден енесіне сеніп алды. Айман байқұс шауып жүріп өзі істей береді. Тағы шаршауды да білмейді ғой. Шалы тапшанда мести болып жатып, кемпірі әрі өтсе де боқтайды, бері өтсе де боқтайтын. Айманның күйеуін сыйлап үндемейтінін ол білген жоқ. Асқар сыйластықты әлсіздікке шатастырып алды. Баласы шетіне берген соң апа намазға жығылғалы қашан. Сол оқыған намазында көре алмайтын ғой, надан шала. Құдай тағаламнан қорықпай, намазыңнан шешесінің, депті боқтайтын. Оның бар жұмысы сол, кемпірін аңдып отыру. Сонда да Айман апа шалының тамағын баптап беріп отырады. Күніге сом-сом қаттама нан, өзіне бөлек тамақ жасап, тапшанда сүт қатқан қою қара шай ішіп, терлеп отыратын. Біз абайсызда бара қалсақ, неменеге келдің? Не сұрап келдің тағы деп айқайлап жататын еді. Содан кейін ол үйге ешкімнің кіргісі келмейді. Сырт айналып қашатынбыз. Бірақ апаға жанымыз ашып, көмектескіміз келсе де, шалынан қорқып бармайтын едік. Тырбаңдап, ағаш жарып жатса да жүгіріп барып қолынан алып көмектесудің орнына. Қаттырақ ұр, балтаны, деп үйретіп жататын. Баласы да ішімдікке құмар болып шықты. Таңертең жұмысқа барамын деп шығып кетеді. Кешке дейін қаңғып, мас болып келетін. Күндердің күнінде жасы 60-тан асқан Асқар ата, тоқал аламын деп Айман апаның құлақ етін жей беретін шығарды. Сен бала тумайсың, мен жас тоқал аламын. Маған бір бала аз, ұрпағымды көбейтуім керек. Сен намаз оқисың, менің жағдайымды жасамайсың, деп қақсап, сарнай берген соң, апа рұқсатын берген. Маған тиіспесе болды деп көнбеске амалы қалмады. 2 күннен соң шалы өзінен 25 жас кішкентай жас тоқал келді. Бөтелкелестерін шақырып, табан астында үйіне отырыс жасап жіберді. Ал Айман апа соларға қызмет етті. Өз күйеуінің үйленіп, өз үйін жын ойнаққа айналдырғаны, жанына батса да үндемей соларды күтті. Ет асып берді, олардың шашқан бөтелкелерін жинап, сол үйдің күнінде қызмет жасады. Ал баласы әкесі тоқал алған күні екеуі төбелесіп, енді бет көріспейтіндей ұрсысып, сол күні түнделетіп баласы бөлек шығып кетті.
Тіпті шырылдаған анасына да қараған жоқ. Келіншегін алып, анасын екі тажалдың қолына тастап, тайып тұрды. Жас тоқал алған соң шал тіптен есіріп кетті. Екеуі жыртаң-жыртаң етіп бөлмелерінен шықпайтын. Тіпті көрші бізден де ұялмайды. Тырқылдап күлген дауыстары біздің үйге естіліп, енем барғым. Ей, көргенсіздер, тәрбиесіздер. Ел жұрттан ұялсаң етті, Алла жазаңды берсін, ит қақпас. Анау байқұс келіннен обал болдау деп, шыны келіп отыратын маған. Келін, анау терезені жапшы. Тек сіздердің дауысы естілмесін деп, терезені жаптырып тастайтын еді. Мына жақта қос қашық тамақ дайын болғанда шыртыңдап бөлмелерінен шығады. Екеуі мысқылдап, Айман апаны мазақтап отыратын. Ей, шылыбық, деп шақыратын. Аллай, бұндай атауды бірінші рет естіппін. Не деген жаман сөз? Апаға жаным ашып кететін. Бір күні апа күндегі шаруасын істеп жүріп, үйге кірсе шалының бөлмесінің алдында нанның қоқымы шашылып қалыпты. Ойында ештеңе жоқ, отыраға қоқымды тере берген ғой. Сонда анау екеуі шығып қалып, сен бізді аңдып жүрсің, бізге дуа жасайын деп жүрсің, біздің махаббатымызды көре алмай жүрсің ба? Деп кемпірін тепкінің астында алады. Үйінде үлкен жанжал болып, пештегі шәйнекті шығып бара жатқан кемпірдің арқасына лақтырып жіберген. Апа байғұс ойбайлап, біздің үйге жүгіріп келді. Енем киімін шешіп қалғанда, киіміне жабысқан бір қабат терісі сыпырылып түсті. Арқасындағы қып-қызыл етті көріп, мен талып қалыппын. Ол кезде аяғым ауыр болатын, енем байғұс су шашып боятып алды. Мені бөлмеме отырғызып қойды. Мына жақтан Айман апаның еңкілдеп жылағанын естіп, одан сайын жүрегім шаншыды. Адамдар неге сонша қатыгез деп ойладым. Неге осындай жақсы апаны қорлай береді? Апа біреудің жалғыз қызы болса, неге кетіп қалмады? Алам деген осынша көнбіс болар мекен? Неге өз өмірінің қауіпсіздігі үшін күреспейді? Осы сұрақтардың жауабын таппай, жылап-жылап ұйықтап кетіппін. Таңертең тұрсам, енем марқұм қасымда отыр. Ол да түнмен жылаған ба, көзі ісіп кетіпті. Құлыным-ау, қатты уайымдадым ғой сені деп, мені құшақтап, маңдайымнан сүйіп жатыр. Айман апаны сұрасам, ауруханаға апарып жатқыздық, дейді. Шалы келіп енеме ұрсып кетіпті. Содан не керек, апамыз қайтып, ол үйге келмеді. Баласының қолына барып немерелеріне қарап отырды. Шалы артынан алып кетуге барғанда, баласы ұрып қуып жіберіпті. Кемпір кеткен соң шалдың жағдайы болмады. Баяғыдай баптап тамақ істеп беретін кемпірі жоқ. Тоқалы, керек болса өзің істеп ал, деп жата беретін. Ол кезде тоқалдың аяғы ауырлап, бір ұл туып алған. Ол туған соң тоқал тіптен құтырады. Айман апаның ол сонша жыл тірнектеп жинаған дүниесімен мал жанын төркініне тасып, үйіне қарамай тоз-тозын шығарды. Шал тағы да жылап, еңіреп, кемпіріне жалынып барды. Сенің тоқалыңнан таяқ жегенше, осы баламның үйінде қара су ішсем де кетпеймін деп, апа қайтпай қойды. Шалдың жағдайы болмай, баяғы мес қарын жоқ, шіптіктей болып, азып-тозып, орнынан әрең тұратын жағдайға жеткен. Тоқалының қалаға барғыштығы көбейіп кетті. Бір күні көрші апа үйіне барып қалса, ата қатқан нанды суға малып жеп отыр екен. Тоқал жоқ. Шырттай киініп қалаға қыдырып кеткен. Кейін көрші қолаңдар кезекпен тамақ апарып жүрдік. Бір күні не дейсің? Тоқал үйді өз атына аударып алыпты дегенде естідік. Жай өсек шығар деп ешкім мән бермеді. Тоқал баласын төркініне тастап, үйіне келіп шалға тиісе бастаған. Мен жаспын, сенімен тұрғым келмейді. Кет, мына үй менің үйім. Ұлымыз екеуміз ғана тұрағымыз келеді, деп шу шығарған. Сол жерде шалды басынан табақпен ұрып, үйінен қуып жіберген. Жылап еңіреп, ұлымның үйіне барған соң, олар жаны ашып кіргізеді. Ертесіне келінні неге ұрасың деп, ұрсайын деп барса, тоқал жоқ. Есіктің бәрі ашық-шашық, қашып кетіпті. Сонымен ол үйді тоқалдың қалай алғаны белгісіз. Әйтеуір милициямен келіп, сатып кетеді. Ешкім ештеңе істей алмады. Шал, ала берсін деп, мұңқиып тұрады. Айман апа байғұс қанша бермеймін деп шырылдаса да, шалының қолы қойылған құжатты бетіне лақтырып, тоқал тайып тұрады. Аман жолда әкесіне ерегісіп үндемейді. Тағы екі ортада апа сорлап қалады. Қаншама жыл
осы қара шаңырақ үшін шыдап келген еді. Қайда жоқ көшеден келген жезөкшенің алып кеткеніне іші ашиды. Шалдың да сол оқиғадан кейін мазасы кетіп, ауырып қала берген екен. Баласы да әр сөзінде шалдың бетіне басып ұрса береді. Әр жанжал сайын шалдың денсаулығы сыр беріп, төсектен тұра алмай жатып қалады. Тағы да апаның басына масыл болады. Апа байғұс шалдың бұрынғы істегендерін ұмытып, астын жуып, қасықпен тамақ беріп қарайды. Бұл оқиға ауылдағы көп адамға сабақ болды. Әсіресе тоқал аламын дегендердің ауыздарына құм құйылды. Келін мен бала шалдың қасына жоламайды. Сасып кетті деп есіктің алдындағы ескі қоржын тамға әке шешесін шығарып жібереді. Осы үйдаларда да Айман апа бар малын сатып әперген болатын. Енді міне, өздерін сол үйдің ескі қораға ұқсас қоржын тамға шығарып жатыр. Шал сол ауырғаннан тұрмай, сол тамда жатып қайтыс болады. Бірақ қор болуына Айман апа жол берген жоқ. Тап-таза күйінде кетті. Кетерінде апаға ырза болып, қолын қыса-қыса көзінен жас сорғалап, сөйлей алмай үзілді. Шалық айтқан соң Айман апа кішкене етек жеңін жинап, енді өзім үшін өмір сүремін деп, үйден шығып қыдырып, адамдармен араласа бастаған. Бар жұбанышы немерелер болды. Үлкен немересі қыз болатын. Сол немерелері апаны қатты жақсы көретін. Айман апа енді ел қатарына қосыла бастағанда, тағы да суық хабар келді. Келіні таксимен қалаға кетіп бара жатып, жол апатынан қайтыс болыпты. Апа тағы да шырылдап, немерелерін құшақтап зар илеп қалды. Құдайым-ау, енді бейнеттен құтылдым ба дегенде, 3 бүлдіршінді маған тастап кеттің бе деп жылады. Әкесінің тұраны бала шағаны ойламайды. Ол да қарны местей болып үйінде шәнейіп жата береді. Қанша жылағанымен амал жоқ. Өз қолын өзі шапсын ба? 6 құрсақтан кейінгі аман қалған жалғыз перзенті. Қайтейін, аман болсын деп тілеуін тілеп жүре берді. Тағы бейнет, тағы үйдің тірлігі. 60-тан асып 70-ке жақындаса да қу тірліктен құтыла алмады. Қайта немерелер қолғабыс болып, апасына көмектесіп жүретін. Пенсиясынан жинап немерелеріне киім-кешек әперетін. Жалғыз ұлы тура әкесінен аумай қалды. Анаға да балаға да мейірімі болмады. Бар ойлағаны қатын алам дей беретін. Қатында бастарын қалғырлар деп күйінетін апа. Бір баласын бауырына басып, еркелетіп көрмепті. Бұл да жұмыс істемей азаннан кешке дейін анасын аңдумен жүретін. Маған тамақ жасап бер, қарным ашты. Қамырауқат істеп бер деп анасына бұйыра сөйлейтін. Осылай жылдар өте берді. Аманжол қанша үйленгісі келсе де, айттырып барған қыздар келісім бермей бас тарта берді. Себебі Аманжол өте ірі денелі, қарны қабақтай болатын. Үйлене алмағанына сығырданы қайнап келіп, анасы мен бала шағасын қырып жіберетін. Үлкен қызын мектеп бітіре салып, біреулер алып қашып кетті. Хабаршылар келгенде әкелген қалың малын аз деп беттеріне лақтырады. Үйінен қуып шығып, тағы үстіне қосыңдар деп, хабаршылардан біреуін үйіне қамап қойып, екіншісін қалған ақшаға жіберген екен. Қаншама адам қой, ет болады десе де тыңдамай, өз білгенін істейді. Анасы, балам, бұл түрлігің ет болады. Ертең қызыңның бетіне басатын болады. Қой енді десе де құлақ асқан жоқ. Сол күні кешке сұраған ақшасын тауып келіп, түк болмағандай әкесі солармен ішіп жеп тарқасты. Одан кейін қызда қайбір қадір болсын. Қит етсе бетіне басып, сені әкең бізге пәлен сомға сатқан деп ұра берген соң, соңда ажырасамын деп қызы үйіне келеді. Әкесі үйіне кіргізбей әбден қинайды. Қыз байғұс қайда барарын білмей, туысқан жағалап әбден шаршаған соң, күйеуіне өзі қайтып барады. Сонда әкесі барып қызының сөзін сөйлемейді ғой. Тек апақ байғұс шырылдап, немере қызына арашаға түседі. Ешқандай жөн жоралғысыз келген қыздың қадірі қайдан болсын. Әкесі не құдалық шақырмайды, не үйін көрсетіп құдаларға есік көрсетпейді. Сөйтіп жүргенде екінші қызында көрші ауылдың баласы алып қашып кетеді. Ол қызы енді жақсы жерге барған екен. Қарапайым отбасы болса да қалың малын әжептәуір қылып береді. Апа байғұс бәріне өзі жүгіріп, пенсиясынан жинаған ақшасына құдалығын мейрамханаға істеп, барлық жөн жоралғысын жасайды. Ал әкесі болса қалың малдың ақшасына көлік алып алып, тіпті қызының құдалығына да бармай қойған екен.
Сол құдалықтан кейін ағайын туғандар жиналып, апаға жандары ашып, Аманжолды бір қызбен таныстырамыз деп шешеді. Ол қыздың бір аяғы ақсақ екен. Бұрын бір жерге күйеуге тиіп, одан бір баласы бар екен. Баласы 3 жаста көрінеді. Аманжол, ақсақ болса алмаймын, мен жап-жас әдемі қызға үйленгім келеді деп, шамасына қарамай аспандағы айды сұрайды. Алайда ағайындар, осы қыз сені адам қылады. Өте ақ көңіл жақсы қыз. Анаңа да қарайды. Қыздарың күйеуге тиіп кетті, енді 70-тен асқан анаңды жұмсап отырғаның ұят шығар деп, қолқалаудан кейін Аманжолдың көнбеске амал қалмады. Барып танысты. Қыз да қарсы болмады. Қанша менсінбей тұрса да қыз бен баласының тағдырын ойламай үйлене салды. Апаның қуанышында шек жоқ. Келін өте жақсы шықты. Апаға тірлік істетпей отырғызып қойды. Аяқ қолын уқалап, апаны моншаға шомылдырып, шашын тарап беріп, жас балаға қарағандай бақты. Бұрын апаның үсті басы кір-қожалық болып жүретін. Келін келгелі апа жасарып кеткені мағалай. Бір сиырды амалдап сауып, құртмай жасап, артылғанын сатып ақша істейтін 5 аспап келін екен. Апаның да пенсиясы қалтасында қалып, немере қыздарына қыдырып барып келіп жүрді. Келіні, апа, мен сізді ешқашан жылатпаймын деп қуантатын. Апа біздің үйге қыдырып келсе, Аллаға шүкір, енді келін алғандай болдым. Келінім сондай жақсы мақтай беретін, апа, үшін бізде қуанып қалатын едік. Бірақ баласы, Аманжол оны менсінбеді. Кезінде Айман апаға шалық не көрсетсе, Аманжол әйеліне соны көрсетті. Ары өтсе де түртіп, бері өтсе де түртіп жүретін. Тіпті қасына да жатпай қояды. Сонда да келін кетпей жүре береді. Кетіп қалайын десе, енесін қимай, 2 жыл шыдайды. 1 жылдан соң аяғы ауырлап ұл туып алады. Айман апа қатты қуанып, келінін одан сайын аспанға көтереді. Алайда бұл ұлды әкесін өзгертпеді. Аманжол ішіп келуін одан сайын үдетіп, келіншегін ұратынды шығарды. Апа байғұс араша түсіп келіннің сөзін сөйлесе, апаға да айқайлап, томардай қолымен көкірегінен итеріп құлататын. Әйелін ұрғанымен қоймай туған анасына қол көтергенді бұрын соңды естімеппіз. Бүкіл ауыл жағасын ұстап таң қалды. Үйіндегі айқай-шуды бәрі естіп тұратын. Кейде арашалауға көршілер барып көмектесетін. Келін байғұс 2 жыл шыдап бақты, алайда мес қарын оны кемсітіп, ой, ит шолақ. Енді сөйлесең 2-ші аяғыңды шолақ қыламын. Кет үйімнен. Кет дегенде ит те кетеді. Балаңмен қоса құры деп тисе беретін. Бір күні Аманжол апаның төл құжатын сұрап алып, пенсияңызды әкеп беремін деп алдап кетеді. Сол бойы пенсияда жоқ, паспортта жоқ, кешке мас болып келеді. Ертесіне келіншегі, апаның құжаты мен пенсиясын бер деп талап етеді. Сол күні үйінде үлкен жанжал болған. Апа байғұс келініне қоя берші, сұрамай-ақ қойшы. Тағы ұрып тастамасын, үндемеші балам деп келініне басу айтып әлек. Аманжол анасына, сен қақпас айдап салып отырсың мынау шолақты. Енді екеуің жабылайын дедіңдер ма? Екеуің де кетіңдер үйімнен. Анасының желкесінен ұстап көшеге лақтырып жіберген. Келіншегін көгала қойдай етіп, сабап тастапты. Келін байғұс енесін қимай-қимай, сол күні төркініне 1 жылы кетіп қалыпты. Апа байғұс қатты қайғырды. Көршілерге келіп мұңын шағып жылайтын. Қайта баласына үйді сол ауылдан әпергені жақсы болған екен. Танымайтын ауылға барса, кімге мұңын шығар еді. Аллам балаға сана бер, сана бермесең, ала бер деп, осындайда кейін айтылады екен ғой. Айман апаның тозақ өмірі қайта басталды. Тура баяғы шалмен тұрғандай күй кешті. Бір ол кезде апа жас еді, ал қазір жасы келген, 70-тен асып 80-ге таяған кезі. Жалғыз баласының алдында күң болып жүргені жанына батады. Немере қыздарына хабарласайын десе телефонында алып қойған. Кейде баласы жоқта көршінің үйіне барып немере қыздарына хабарласып алады. Сонда көршілері, апа, неге кетіп қалмайсыз? Ең болмаса қарттар үйіне барып тұрмысаңыз, жағдайыңызды жасайды ғой десе апа. Мен кетсем, ұлым аш қалатын шығар. Деп сонда да без бүйрек баласын ойлап кетпей отыр ғой.
Бүкшеңдеп апа байғұс жатпайды ғой тағы. Жатсам ауырып қаламын деп шыбырлап жүре береді. Кішкентайынан әлпештеп өсірген жалғыз баласы өз анасын құлдыққа ұстап отыр. Еш жаққа шығармайды, ештеңе сатып алып бермейді. Тіпті ауырып қалса докторға бармайды. Жота-жотадан шөп дәрі теріп, соны қайнатып ішіп жүреді. Неге докторға апар демейсіз десең, қайдағы тіпті нәски әпермейді. Іш киімімде жоқ, баяғы қыздардың юбка копталарын тігіп киіп алғанмын, дейді. Алай, осындайда тас жүрек болады екен ау. Жүре берсең көре бересің деген осы болса керек. Ондай безбүйректік тек орыстарда болады деп ойлайтынбыз ғой баяғыда. Анасы 2 шелек су көтеріп келе жатса, баласы көмектесудің орнына 2 қолын қалтасына салып, жанынан өтіп кете береді. Отын жарып жатса, қолынан балтаны жұлып алмайды. Үйіне кіріп кешке дейін қалаулымды көріп, соларды боқтап, жерден алып жерге салып жатады. Бар ермегі сол. Одан қалса түрік сериалдарын көріп, жаңалықтар көріп, өз бассыздығы аздай қоғамдағы бассыздықтарды өз алдына талқылап жатады. Осы өміріне биліктегілерді кінәлап, осы жатысына өзінен басқасының бәрін кінәлі қып боқтанып жатады. Тіпті анасын айқайлап, сен мені оқытпадың, мен оқығанда бір жерді тесіп шығар едім, деп диванда жатып алып, анасына тисе бастайды. Анасы байғұс не десін? Әрине, ұлының осындай надан болып өскеніне өзін кінәлайды. Кезінде жұмсамай қатты еркелеткеніне өкінеді. 2-3 жасар кезінде өзін ұруына жол бергеніне өкінеді. Бірақ амал не? Енді бәрі кеш. Өле-өлгенше баласының алдында қызмет етпек. Құдайдан қаншама рет жанымды алшы деп жалынды. Алайда ажал келмесе қайдан алсын? Ажал келмесе қанша тыраштанып өлем десе де, өлшеніп қойған минутына келмей кете алмайды екенсің ғой. Өзі намаз оқыған соң, өз-өзіне қол жұмсаудың ауыр күнә екенін жақсы біледі. Бір күні баласы үйінде қалаулым көріп жатса, анасы ойбайлап үйіне кіріпті. Не болды? Сонша ойбайлап деп, дүрсе қоя берді баласы. Жай, сатыдан құлап қалдым, дейді анасы. Ой, абайламайсың ба? Докторға апарайын ба десе анасы? Қоя берші. Қазір қойып қалар деп мән бермей жүре береді. Бүйірі ауырып бара жатса да сиырын сауып жүре береді. Әрең жүрген апаны көрген көрші қоярда қоймай, көлігіне салып ауруханаға апарыпты. Сонда дәрігер, 2 қабырғасы сынған, неге ертерек әкелмегенсіздер? Сіз баласыз ба? Паспортын беріңіз дегенде көршісі не дерін білмей қатты сасқалықта қалды. Аман жолға хабарласып, ол ауруханаға кіргеннен палатадан жатқан анасына ұрсып, мен докторға апарайын дегенде үндемеп едің. Мыналарға мені жаман атты қылуың керек қой, неге өзіме айтпайсың деп, анасының жағдайын сұраудың орнына айқайлап жатыр ғой. Дәрігер қуып шықты. Паспортын бер десе бермейді. Білмеймін, таппай қалдым деп, 2 желі бір сылтаумен бермей қояды. Сол жерге полиция келіп, апаға ұлыңызға шағым түсіресіз бе деп сұрағанда анасы. Жоқ, ұлыма ешқандай шағымым жоқ деп жауап беріпті. Байғұс ана қанша жерден ұлы қатыгездік танытса да, жүрегінде мейірім мен махаббатты сарқылмай, өзін ойламай, перзентін бірінші орынға қояды. Ол аш па, тоқ па деп әрдайым алаңдап, түн ұйқысын 4 бөліп баласының қамын жейді. Құрметті тыңдармандарым, Алла тағала балаларымызды саналы, ибалы, мейірімді етіп өсіруді нәсіп етсін. Мұндай қатыгез ұлды дұшпаныңа да тілемейсің. Ана жүрегін жаралаған перзенттің қасіретін ешбір жүрек көтере алмас. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Әр пікіріңізбен біз үшін өте қымбат. Сондықтан барлығына жеке-жеке жауап береміз. Қолдауларыңызға рахмет.